Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар, амансыздар ма? Действительно, в Зуме давно не встречались, да? Друг друга не видели. Қалайсыздар, как у вас дела? Здравствуйте, Да, красота наша. Қалайсыздар, да. амансыздар ма? Гүлайым, Атырау қаласынан қалайсыз? Оля, Роза, всем привет. Вообще рада всех слышать. Қарлығаш, қалайсыз? Мүмкіндігінше барынша, у кого есть возможность, Саламатсыз ба? ага, қалайсыз открывать свои окна, то есть мына беттеріңізді көрсететін мүмкіншілік болса, мүмкіндігінше қосылыңыздар, потому что айтады ғой, Көріп қалайық та. когда мы открываем свои лица, мы открываемся этому миру, а потом этот мир, он нам отвечает благородством, да, как бы благодарностью, как-то покровительством. Дұрыс, вот Хуршида молодец. Өзіміз көрсете алатын болсақ, айтады ғой Алла тағала, барлық нәрсені мен көріп тұрмын дейді. Сырттағында, іштегінде. Мен бұрын ойлайтын тұғым, сырттағында, іштегінде көріп тұрмын дегенде, ойлап жатыр. Сырттағы ол получается үйдің сыртында, іштегі, значит, үйдің ішіндегі болып жатқан жағдай деген мәселе деп ойлайтын тұғым. Бұрында мен көп нәрсені түсінбеймін ғой енді ол кезде. Ал қазір деген сөз мен түсінемін да, сырттағы деген сөз біздің айтып, көзімізбен, болмасам адамның көзі көретін мәселені сырттағы жан дүние дейді екен да. Ал егер іштегі біздің ойларымыз, біздің ниетіміз, біздің ішкі сезіміміз, мысалға кей кезде балдарға айтамыз ғой, мен саған сенем, сен күштісің, сен кереметсің дейміз да, ішімізден ойлап отырамыз, мына бала қашан адам болады екен деп отырмыз ғой, иә. Сонда Алла тағала біздің ішіміздегі нәрсені, мына бала қашан адам болады екен деген біздің сенімсіздігімізді көрсетеді екен да. Сол үшін әрқашанда бір өзіміз көрсете білуіміз керек, өзіміз айта білуіміз керек, өзіміздің арман мақсаттарымызды жария ете білуіміз керек. Соның кезінде даже мен бір жерден оқыдым, енді жайлап енді сол жақсы бір айтады ғой енді, ну в общем қысқасы, даже оказывается намазды оқығанда да ішінен ауызды жыбырлатып деп оқымау керек екен. Сыбырлап, кішкене вот такой тихий такой голос шығарып оқу керек екен, потому что оказывается кейде болады ғой да, ішінен там намаз оқысаң да, Құран оқысаң да деп оқи бересің ғой, иә. Ол оказывается тоже не емес екен. Ұстаздардың айтуы бойынша жайлап шепотом надо читать для того, чтобы это все-таки Всевышний услышал. Это наше внутреннее намерение деген сияқты ғой. Сондықтан қазір сколько у нас қазір? Так, Жадыра есть, Роза Смагуловна дейді, дұрыс, Қарлыға Жамишевна дұрыс, Хуршида. Енді қазір жайлап бастаймыз. Сол, бүгінгі тақырыпты мен осы бүгін негізі біз бәріміз арман мақсат темасын қазақ тілінде өтуге сондай шешім қабылдадық. Себебі біз орыс тілінде көптеген оқуларды өткізіп жатырмыз. Орыс тілінде көптеген ақпарат беріп жатырмыз. Бірақ бізде қазір Ақтауда, Атырауда, Жаңаөзен қаласында жаңадан қосылып жатқан серіктестер бар. Ол кісілер бізге қазақша ілім білім берсеңіздер, сол бізге өте жақсы болар еді деген ниет білдірген. Сондықтан айтады ғой, внеочередной кезектен тыс жаңағы қазақ тілінде оқуды бастадық. Әр дүйсенбі понедельник сайын сағат 8-де қазақ тілінде зум өткізетін боламыз. Жаңағы барлығы арман мақсат, жаңағы бизнестің 6 құпиясы, жаңағы негізгі адам, барлық ілім білімді сату, жаңағы не дейді ғой? ОПП, презентация, барлығын қазақ тілінде әр дүйсенбіде сағат 8-де біз сондай қазақ тілінде оқу бастаймыз. Егер де сол тіршілікті қолдайтын болсаңыздар, өздеріңіз бір лайк па, бір дауыс шығарып па, күшті болды ғой деп бір ниет білдіріп қойыңыздар да, чтобы біз түсініп отыратын керек нәрсе ме өз, керек емес нәрсе ме деп ше. Керемет, Гүлмира. Өте қуаныштымыз. Қалайсыздар? Соны енді
Это Ага, благодаря Ақтауским. Благодаря Ақтауским это бүгінгі. молодцы, молодцы. Ага. Ага. Сол. Так что бүгін біз енді бір күшті бір жақсы нәрсенің басын, керемет нәрсенің басын бастап отырмыз. Сондықтан барлықтарымызға іске сәт. Негізі мен көбінесе баяғыда өзім енді орыс группасында оқығам, орыс жаңағы несінде дегендей ғой, орыс мұғалімдер сабақ берген. Бұрын маған айтса біреу, мен қазақ тілін түсінбеймін десе, ну ладно, түсінбейсің ба, ну и ладно деп орысшаны ұрып оқыта беретін едім да. Үлкен сахналарға Қытайда, Сингапурда, жаңағы Францияда сахнаға шыққан кезінде адамдардың лично өз басымның мынандай ерекше патриоттық сезім оянады екен. Әсіресе осы Джакартада әр елдің жаңағы ең мынандай успешный дейді ғой, ал жаңағы озат бизнес серіктестері шыққан кезінде сол елдің жалауы, туы көкке көтерілді. Сол кезінде есімде осы Индонезияда, Джакартада біздің Қазақстанның көк туы көтерілген кезінде мен шынымды айтайын, көзімнен жас шығып кетті да, и мен еще тағы да өзім национальный киім киіп барғанмын ғой. Сол кезінде маған айтты, сен неге жаңағы әртүрлі мынандай жаңағы бальный көйлек, мынандай көйлек, жылтырақ көйлек кимейсің деген сияқты да деп айтты. Бірақ мен сол кезінде жоқ, мен Қазақстанның атынан шығып тұрмын. Сол үшін мен Қазақстанның лицо дейді ғой, айнасы болуым керек деп сондай бір ішкі ниетпен шыққанда, сол кезінде Димаш Құдайбергеннің, Головкиннің мысалға да біздің жаңағы жұлдыздардың осы ішкі сезімін түсіндім да. Мысалы, Головкин мырзаға қаншама адамдар айтты, біз саған, ол Америкада тұрады өзі, сен біз Америка үшін, Россия үшін, басқа үшін выступать етші деп оған айтты да. Сол кезінде ол айтты, мен тұратын жерімді өзгерту мүмкін, мен қазақша жетік білмеу мүмкін, бірақ мен ешқашанда өзімнің жаңағы көрсететін елімді, Қазақстанды мен ешқашанда өзгертпеймін деген. Димаш Құдайберген мысалға Америкада, болмасам жаңағы Францияда, Қытайда қазақ тілінде дударайды айтқан кезінде қандай күшті керемет толқыныс болды. Бұл деген сөз біздің жаңағы еліміздің өсіп өнгенін білдіретін бірден бір белгісі деп ойлаймын. Сондықтан бүгін біз әр дүйсенбі сайын қазақ тілінде оқу жаңағы системасын бастаймыз. Барлықтарыңыз қазақ жаңағы тілінде меңгергісі келген партнерларыңызды, серіктестеріңізді қоссаңыздар болады. Бізде орыс тілінде прямой эфир да бар, орыс тілінде Zoom да бар, бәрі бар. Енді қазақ тіліне кірсеміз деп қояйын ба? Сол, бүгінгі біздің бірінші тақырыбымыз арман мақсат болады. Енді сол арман мақсатты бірінші болып өзінің арманына жетік бара жатқан, әрқашанда айтады ғой, өзінің белсенділігін, өзінің іс әрекеті арқылы жаңағы білдіріп отыратын, әрқашанда адамдарға өте шынайы көңілмен, шынайы жүрекпен, ашық жүрекпен, сондай бір өзі сөйтіп барын ынтасын салып, адамдармен қарым-қатынас жасайтын Сапаргүл Асқарбековна, 8 жұлдызды серіктес. Сол кісіге бірінші сөзді берем. Арман мақсатты Сапаргүл Асқарбековна әдемілеп тұрып айтады. Неге десеңіз, мен әр қашанда ойлаймын, әрбір жаңағы тақырыпты жетік түсінетін адам. Сол түсінетін ғана емес, білетін ғана емес, айта алатын ғана емес, істей алатын адам айту керек. Ал именно Сапаргүл Асқарбековна 6 жұлдыздың 13 премиясын алған, 7 жұлдыздың 3 премиясын алған, қаншама тур путевка, 8 жұлдыздың нефеме премиясын алған, әлде де қазіргі таңда да премия жасап, мотивационный программа арқылы жасап жатырған Сапаргүл Асқарбековна осы тақырыпты, арман мақсатты бастаса екен деген оймен. Асқарбековна, сөз сізде. Еш жарық, енді барлықтарыңызбен мен сәлем берейін. Армысыздар, аман есенсіздер ме, жақсы жайсандарым.
қайырлы кеш, жаңа апта, жаңа күн, жаңа үміт, жаңа мүмкіншіліктер ашылып, әрбір жанның істері сәттілік, береке, мол табыс бұйырсын барлықтарыңызға. Енді жаңа Гүлмира айтқандай, осы бүгінгі біздің жұмымыз көптен болмаған, енді сол Ақтауға байланысты жаңа серіктестерге. Енді бүгін Гүлайым ақ отыр ғой, у жақтан, получается. Да, только она. Только бір. Енді бәріне сәлем айтып берер. Енді оларды әдейлеп өздерін құрметтейін деп едім. Құрметті жаңа серіктестер деп бастайын деп едім осы немізді, бүгінгі зумды. Сіздер Тиньши компаниясының үлкен әрі сенімді командасына қосуларыңызға шын жүрекпен құттықтаймын. Бұл жол арманды мақсатқа айналдырып, еңбектің нәтижесіне көруге мүмкіншілік беретін жол. Тиньши тек денсаулық пен сапалы өнімдер ғана емес, бұл даму табыс және еркін болашақ. Алға қойған мақсаттарын, әрбір мақсаттарымыз айқын, қадамдарымызды нық болсын. Бірге үйреніп, мен оған сенемін, бірге өсіп, үлкен жетістікке жетеміз деп сенеміз. Вот енді жаңа басталым, енді мынау басталы дистрибьютор, оқып үйрену деген, енді бізде Тиньши дистрибьютор бұл мамандық. И кез келген мамандықтың сияқты бізде де мына Тиньшида өзінің құпиясы бар, сыры бар, құпия сыры бар. Ең бастысы оны бүгіп қалмауда. И Тиньшидің жұртшылықтан жасырар сыры соншалықты көп емес, бар жоқ алтауақ. Вот. Енді табыс жүйесін оқытын енді бірінші арман мақсаты, екінші тізім жазу, үшіншісі шақыру, төртіншісі ОПП, бесіншісі немене, ұмытып қалды қазір, құдай-ау, өзім бірінші қазақша. Ой, кешірерсіздер. Маркетинг. Так, төртіншісін айттым ОПП, бесіншісі өнімдер және оны пайдалану, алтыншысы ең соңғы құпиясы бизнес аспап құралдар. Енді бүгін сіздерге вниманияға бұрынғы әріптестер, жандарым, сіздерге қазір жаңа нәрсе сіздерге болмайды, это только повторение дегендей. Это повторение. Біз енді бүгін мына жаңа серіктестерімізге осы енді оның бірінші арман мақсатын айтайық деп отырмыз. Мен соны жеткізейін деп отырмын. Арман дегеніміз не? Ол әр адамға қажет бар. Арман бізге не береді? Сондай сұрақ келгенде, вот енді бұлай ойласақ, егер тілегіміз орындалса, қуанамыз, қуаныш келеді, іс қимылымыз, күнделікті іс қимылымыз істелмей қалса, орындалмаса, біз түңілеміз, ренжиміз. И өйткені мұның бәрі қуанышта, мына ренжісте, түңілуде, оның бәрі арманның
арманын орындалуына жақындатады. Яғни өмірін маған маңызды емес. Арман өмірдің күш қуаты, қозғаушысы. И вот тек арман ғана келелі мәселелерді бізде жұмысымыз бола ма, өсеміз бе, өнеміз бе, или жұмыс болмай қала ма біздің бизнесіміз. Соның бәрі арман арқылы. Вот. Баяғыда әлемдегі ең жақсы баскетболшы Майкл Джордан деген. Жас бағында тренеріне барып айтады ғой, мен әлемдің чемпион болғым келеді. Қалай қарайсыз соған деп. Сонда тренер айтады, сен жетістігін жоқ оған. Сен болмайсың дейді. Но ол кішкентай бала өзіне армандаған чемпион болам деп. И күн сайын ана даладағы ойнап атқан балалармен жаттығуды жасап, и жеңіске жетіп чемпион болады. Білдіңіз бе? Вот ондай енді айтайын десе көп ондай не бар. Енді біреуі өзімді айтайын деп отырмын. Қалай мен осы дәрігер болғанымды. Мектепте оқып жүргенде армандадым. Дәрігер болсам екен, мединститутқа түссем екен деп, оны неғаны көршім болды біздің ауылда. Ұлтуар деген жас қыз оқуын бітірді, жалғыз шешесі бар. Мединститутты оқуын бітірді, қайтадан шешесіне келді, ауылға келді. Өзі балалардың дәрігер болды. Бала дәрігер. Сонда оның істеген тіршілігіне қарата, енді неге айтқаным, олар көрші болғаннан кейін телефон біздің үйде-ақ болды. Сонда түн ішінде больницадан, емханадан хабарлайды, бізге звондайды. Шақыра салыңызшы телефонға, мынерде бала болып неғып қалды, мына роддомда әйел босанайын деп жатыр, соны неғып. Содан кейін сонда енді пысық менмін, ұшып тұрамды, түн болсын, қандай болса да жүгірем соны. Шақырып келем. Содан кейін шақырып келгеннен кейін ол айтады, ештеме болмаса, онда бүйтеді, нені жіберіңдер, оларда екі атты арба болатын. Арба дейді ғой, иә? Мәшіне жоқ. Сонда онда жіберіңіз дейді, потому что біздің үйден, біз тұрған жерден, біздің больницамыз где-то бір 2 километрдай алыстау. Сонда түн ішінде арбаға отырады да кетеді. Ертең көрсен, қайтадан жұмысқа бара жатыр. Есіңге сондай бір армандадым, не қылсам екен деп, содан кейін Алматыға келдік, оқу бітірдім. Содан кейін әке-шешем мені сот боса дейді. Казгуға түсесің, юрфаққа түсесің деп. Содан кейін как раз Сейфуллина Төле биде остановка бар ғой. Сөйерде түстік, автобустан шешеміз екеміз. Содан кейін Казгуға барамыз деп бұрылайық дедік. Содан мен айтым, мерді мединститут деп не тұр екен, енді указатель көрсетіп. Содан мен айтым, шешемді Катя дейтім, атын атайтымыз, біз апамды мама деп. Содан мен айтым, Катя, сен өшірді тұра тұршы, мен бармай қой, мен барып жүгіріп көріп келейін. Қандай екен, не екен, шашейін, кремді көремді, шығам дедім. Содан кірдім, содан кейін өйерде нелер бар ғой, адамдар. Шақыратын, неғылатын. Содан кейін мен баяғы личфак деп жүрім. Содан кейін бір әйел келді, бүйтеді, қалай деп. Содан бүйтеді, личфакты неғыласындар. Ең неғыса, балалардың педфакқа барындар. Өйерде бәрін оқытады. Балаларды да оқытады, үлкендерді де оқытады. Деп сөйткенен кейін, сумка мен қолымда.
Мен барына өткізе салдым. Сон бір уақыттан кейін шешем келді, шықтың ғой, не болды сен? Не болып қалды? Не істедің? Мен айтам, ой, Катя, ты знаешь, мен документімді тапсырдым дедім. Ой, деді. Ойбуй, енді жарайды енді. Болам деп едім, жарайды енді. Не қылайық енді? Енді үйге барайық деп. Содан кейін химияны тапсырдым, биологияны тапсырдым. Екеуінен де 5 алдым. Содан кейін сочинение болды. Шығарма. Свободный темаға болды. Мы рождены. Жоқ, это труд, это счастье, труд, труд, это как счастье человека, ұмытып қалдым мен де. Сондай, в общем, свободная тема болды, сол ана еңбек туралы. Содан кейін жаздым, бір дәптер берді, школьный дәптер, ана 12 барақ бар ғой енді. Сондай берді, мен жаздым, содан кейін бір күн күтеміз, 2 күн күтеміз, содан кейін в общем, сенбі келді, содан кейін айтты, ой, ана нелер, ана бағалар неде шықты, ілулі тұрды, барып көрсеңдер болады деп. Содан кейін іздеп жатырмыз, содан кейін өзім фамилиямды таптым, қарасам 2 дейді. 2 деп тұр, представляете? 2 алыптым. Сөрді жылап, еңіреп, не істерімді білмеймін, не қылам, ойбай-ай. Енді соның кейін бардым, главный корпусқа барып, ана несін, ана забор бар ғой, соны ұстап, темір ғой, енді сол институтқа қарап, жылап, прям, елдер қорқып, не болып қалды мына қызға деп. Содан кейін я говорю, да я 2 получила, 2 алдым, мен енді оқуға түспейтін болдым деп, содан кейін ендіреп, не қылып, соны бір уақытта таныс қыздар, немене, жатақханада тұрған қыздар келді де, жүр болмайды деп, ертіп алып кетті. Өзім бетім ісіп кетті, жылап жатырмын. Содан кейін мен мың алғыс осы уақытқа шейін айтам. Сол жерде ана 6-шы курстың студенттері жүрген, олар енді неде, сол жатақханада жұмыс істеп жүрген, білмеймін, не қылып жүрген. Содан кейін олар не болып қалды деп сұрайды ғой бізден, қалай тапсырдыңдар, сөйтіңдер. Содан кейін мен айттым, да все, говорю, түспедім, 2 алдым. Ай, қалай шығарма жазушы едің дейді, қанша алушы едің бұрын мектепте дейді. Содан кейін мен айтам, ана бір ошибкалар болса, неғыла атақ 5-4 әйтпесе 5-5-ке жазатынмын дейді. Енді мынадай не болды деп білмеймін дедім. Сен 2 алдым деп сенесің бе десем, сол 2-ге жаздым ба дейді. Жоқ дедім. Ондай емес, енді білмеймін қандай қате тапты олар, неге қойды деп. Ондай болса деді, сен бар ғой, ертең уже жексенбі күні. Ана прием уже не қылып жатыр. Комиссия уже жұмыс не қылып, бәрі бітті, экзамен бітті, енді кім оқуға түседі, кім студент болады, кім не қылып, енді соның бәрін шешіп жатыр. Сен барда деді, отыр сүйерде деді. Ана 2-ші корпус приемный комиссия деді. Әйтеуір не қылды, ішіне кір деді. Сондықтан ертең 7 болмай тұрдым. Өзіме айнаға қарасам, бетім қып-қызыл, үстімде көйлек қызыл галстучный шолк болушы еді ғой. Ана тура қызыл галстукшы, тура сондай шолктан көйлек, кимоно, сол ол бетімді еще больше, ана қып-қызылмын ғой, бетім одан ары қызарып дегі, үсіп кеткен, көзім жабық дегендей. Аяғыма бір әшейін шлепансы кидім де, тапочки, туфли да іштемеді. Сонымен кеттім. Соң кеттім, жаяу кеттім. Трамвайды да күткен жоқпын, іштемені де күткен жоқпын. Соң кейін барсам, ешкім жоқ есіктің алдында. Соң кейін, ана текпешектен шыққаннан кейін, как веранда құсаған, анда только терезесі жоқ. О жерде не бар? Андай, орын бар, андай, бос орын. Ну, как веранда, только терезелер жоқ болады ғой, сондай ашық. Сол жерде қарасам, бір ескі кресло тұр екен. Кресло, жыртық, соң кейін
тұрғаннан не пайда? Отырдым. Отырып, только жылап отырдым. Соны бір уақыт әйтеуір елдер келе бастады. Біреу әкесімен келіп жатыр, біреу қыз шешесімен келіп жатыр, әйтеуір толып жатыр. Бірінші адамдар, что случилось деп. Я говорю, вот, я говорю, 2 получила, хочу свое сочинение посмотреть, көргім келеді, ішіне кіргім келеді, маған көрсетсін. Мен 2-5 алдым, енді анадан 2 алдым, 2 ала 2-ге жазған жоқпын деп. Сон бірінші адамдарға айтып едім, сон кейін бір 100-ге таяу адамдар болған шығар, одан да көп шығар. Бәрі сұрайды. Мен қып-қызыл болып отырмын өзім, тегі жалау болып дегендей. Ой, қазір ойласам, иә. Сон кейін су да ішкен жоқпын, не тамақ та ішкен жоқпын. Уже кешкі 5 болды ғой. Елдер уже кетті. Бір ерен саран адамдар қалды, терезені есікке тоқылдатып, біреу не қылады, қағаз береді, біреу не қылады, барсам жабып қояды, кіргізбейді. Сон бір уақытта бір әйел шықты. Содан кейін былай қарағанда бір кореец құсаған әйел болды. Ол маған бір қарады. Содан кейін шақырған әйелмен сөйлесті, әңгімелесті. Содан кейін одан сұрады, не деп. Ол менің өмір баянымды айтып берді. Содан кейін енді Алланың қолдауы ғой деймін. О кісі келді де, кореец емес екен, қазақ екен. Содан бейті, ой, осы қазақтар-ай, өстіп-ақ бейшара болып жүресіңдер ғой. Не келдің дейді. Мен айтым, енді химиям 5, биологиям 5. Я говорю, мен шығармамды көрейінші деп едім. Мен 2-ге жаза алмаймын, жазған жоқпын, соны деп. Жүр деді де, қолынан алды да, ішіне кіргізді ғой. Ішіне кіргізді. Соң кейін 2-ші этажға шығарды. 2-ші этажға шығарды да, бір менен кабинеттің есігін ашты да, қарасам, көк түтін, тегі адам көп, ұзыннан ұзын екен, ол бөлмесі. Бір 20 шақты адам, енді сонда комиссиялар екен бәрі. Соң кейін мен қолымнан алып, төрдегі отырған ақшашты кісіге, айтағасы Карынтаев, біздің ректор екен. Білдіңіз ба? Сол апарды да бейті, немене, кімді әкелдің деді. Өстіп, ауылдан келген қыз екен, химия, биологиясын 5-ке тапсырған екен, мына шығармамды көремін деп келіпті. Оған 2 депті, 2-ге жазбаймын деп. Содан кейін Лидия Смирнованы шақырыңдар деді. Сонда ол оказывается заведующий русский языкана. Не екен. Смирнова, Лидия Смирнова деген, прям осы ваққа шейін әлі. Келді, содан кейін бейті, фамилиямын кім еді деді. Я говорю, Оразбаева дедім. Содан кейін табын деді. Ой, еді, қаяқтан табамыз, ол бір мая ғой деді. Енді где-то 6 ба, 7 ба, енді дәптерлер. Жұқа дәптерлер ғой, деме білмеймін деді. Табындар деді. Соң кейін мені жанына отырғызып қойды. Қайдан келдің? Қалай тапсырдың? Мына неменеде шығармада не жаздың? Мен айтым, труд дедім, свободный тема болды, соны алдым. Я говорю, эпиграф, мы рождены, чтобы сказку сделать былью дедім. Ол қаяқтан алған сөз дедім. Я говорю, съезд комсомола был, сол жерде осындай съезде, осындай эпиграф, девиз алған олар деп. Соны эпиграф ретінде алдым деп кеттім. Соңғы жоқ, жарты сағат өтті, әлі отырмыз. Аналар біреу кіреді, біреу шығады. Где ана дейді, ищем дейді. Білдіңіз ба дәптерді? Жоқ, таба алмайатырмыз. Бір уақытта жасыл дәптерді әкелді, 12 варақ. Әкелді, ана кісіге берді. Соң ол айтты, бұл не сұмдық деді. Ну, это, наверное, машинистка опечатку допустила деді. Мен көріп отқан жоқпын, онана не қылып. Соңғы, как вы могли такой, как ұрысып атыр енді, қалай енді, хорошо мына сана сезімі жетіп, мына қыз бір күн өшерде отырып, кіріп бізге,
Әйтпесе үйіне кетсе не болады? Сонда 5. Вот сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Вот. Сонан кейін маған не қылды да, тұрды да, қолымды алып бетті. С сегодняшнего дня ты, деді, студентка Алматинского медицинского государственного университета, поздравляй деп, аналардың бәрі қолы шапалақтап. Содан кейін енді үйге бара бер деді. Содан кейін мен ұшып тұрдым да, ана тәпішке аяғымда. Жұқа, табаны да жоқ, андай бар ғой, ана іле саласында не қылып. Соң екінші этаждан бірінші этажға жүгіріп бара жатып, ана тәпішкен былай айланып қалды, ана басы шақыршы. Бүйтіп оралып қалды. Өлгенім осы екен дедім. Ұшып бара жатырмын. Бардым да ана қабырғаға қолымды былай ұстап қалдым, құламадым. Сонан кейін далаға шықтым да, ха-ха-ха деп күліп бара жатырмын, айқайлап, күліп. Бәрі кеш жақын енді үйге біреуден далада жүрген адамдар енді қала ғой енді. Қарап маған, мынаға не болды деп. Өзі түрі анандай, өзі айқайлап бара жатыр деп. Содан кейін жаттығуға, жататын жерге келдім, общежитияға. Қыздар не болды дейді, балаларды. Я говорю, да 5 деймін. Сонда, ой, ана кісілерді ұрысты ғой. Содан кейін айтады, это вранье дейді, не машинистка. Они просто хотели дейді, сенің орныңды біреуге дейді. Солай вот, сонда мен бар ғой, ол арманым, ол мен соның мақсат қойғанымды ондай ой жоқ. Енді арманым білем, арман дәрігер болу. Сонда енді сөйтіп мен дәрігер болдым. 48 жыл жұмыс істедім. Енді одан кейін міне өтірге Тяньшиға келдім. 2014 жылдан бастап Тяньшидамын. Сөйтіп адам арманы шында да арман үшін жақында да орындалу үшін осындай мақсат қойып, сол жетістікке күнде тіршілік жасасан жетеді екенсің. Сапаргүл Аскарбековна, огромное вам спасибо. Вы еще будете что-то продолжать? Я просто хотела сказать, что вот қандай мақсат қойғанда неме қалай қою керекпіз, оның ерекшелігі надо, не надо. Давайте я техническую часть сейчас расскажу. Окей? Хорошо? Қыздар, жігіттер, байқадыңыздар ма? Арман мақсатқа негізі әр адамның өзі ынталанып, барынша айтады ғой, өзінің арман мақсатына адал болу керек. Болса болды, болмаса болған жоқ, ладно, по ходу дела, ничего страшного деген оймен, деген мынандай қарым-қатынаспен өзінің арман мақсатына жету, ол мүмкін емес. Себебі біздің айтып жатырмын бағана, жаңағы осы сабақтың басында айттым, Алла тағала біздің сыртымыздағы да ішіміздегінде көреді, яғни біздің ниетіміз тура ма, біздің ниетіміз осы біздің арман мақсатымызға сай ма, сай емес па, әшейін жолда жүрген біреуміз ба, соның барлығы нәрсе өзі жаңағы Алла тағаланың таразысында тұрады. Егер де біз өзіміздің арман мақсатымызға адал болатын болсақ, іс әрекетімізге шын ниетімізбен, ақ көңіліңізбен қарайтын болатын болсақ, онда сол кезінде біздің арман мақсатымыз орындалады. Ал енді мен сіздерге техникалық жағы деп айтады ғой, барынша беттеріңізді ашсаңыздар, Венера, мне интересно, Венера, Гүлайым, давайте, беттеріңізді ашыңыздар. Мне интересно, чтобы вы писали, потому что сіздер үшін стараться етіп, қазақ тілінде өткізіп жатырмыз ғой деп қояйын ба? Вот, молодец, Гүлайым, молодец. Ручка алыңыздар қолдарыңызға, қазір тек техникалық жағынан айтатын болам. Бірінші, арман мақсат орындалу үшін 4 ең басты жаңағы критерий бар. Олар арман мақсаттың жазылуы, арман мақсаттың орындалуына ең біріншіден жаңағы айтады ғой, 100% кепілдік береді. 100% кепілдік береді.
Сондықтан ал енді жазыңыздар. Бірінші арман мақсат сіздерде нақты болу керек. Ол арман мақсаттың мерзімі болу керек. Ол арман мақсаттың бағасы болу керек. Жылы болу керек. Осының барлығы сіздерде арман мақсатта жазылу керек. Мен әдемі жаңа машина алсам екен деген ол арман мақсат емес. Мен өзіме жаңағы 3 бөлмелі үй алсам екен деген ол да арман мақсат емес. Мен жақсы ақша тауып, ақшадан мұқтаждық көрмесем екен деген ол да арман мақсат емес. Оның барлығы әшейін сөздің жиынтығы деп айтылады. Арман мақсат деген нақты болған кезінде мысалға айтасыздар. Мысалға, мен жап жаңа ақ түсті маркасы, мысалға Toyota Camry 70-ка, Toyota Camry 70, бағасы 20 миллион теңге тұратын жаңа машина алғым келеді. И айтасыздар мысалға 2026 жыл қыркүйек айы деп жазасыздар. Сонда сіздер өздеріңіздің арман мақсатыңыз нақты машина, нақты ақ түсті, нақты 20 миллион теңге тұрады. Мысалға 5 миллион теңге тұрады. Нақты қыркүйек айында 26 жылы аламын деген уақытысын, бағасын, барлығын сіздер дұрыстап белгілеулеріңіз керек. Егер де сіздер мысалға мен машина алғым келеді дейтін болсаңыздар, онда ол деген сөз, мысалға, Ваняның есік алдында жаңағы әбден аварийный состояниеда тұрған Запорожец, ол да машина, дұрыс па? Салонда ақ түсті 20 миллион тұратын Toyota Camry, ол да машина. Олардың бағасы әртүрлі, олардың жаңағы несі, олардың бағасы әртүрлі, олардың жаңағы функциональный өзінің функциясы әртүрлі болып келеді. Сондықтан біріншіден сіздердің арман мақсаттарыңыз нақты болу керек. Мысалы, көп адамдар айтады, мен жұмыста, бизнесте табысты кәсіпкер болғым келеді, мен ақша тапқым келеді деп айтады, иә? Бұл деген сөз, мысалға, мен ақша жаңағы тапқым келеді деген сөз не ол? Не ол? Ол 10 теңге қалталарыңызда, ол да ақша. 10 теңге қалталарыңызда, ол да ақша. 10 мың теңге, ол да ақша. 1 миллион теңге, ол да ақша. 10 миллион теңге, ол да ақша. Сондықтан сіз, мен кенші бизнесінің табысты кәсіпкері, серіктесі болғым келеді деген кезінде, сіздер нақты айтуларыңыз керек. Венера осы жерде ма, жоқ па? Венераның осы жерде жоқ екен түсінбей тұрмын, ше? Венера даусында бір шығарып қойсашы, еш болмасам. Венера, барсың ба? Иә, бармын. Сәлеметсіздер ма, кеш жарық. Қалайсыздар? Молодец. Да, камераны қоста, дәптер ручканы алып жаз отыр деп қояйын да. Енді қараңыздар. Қараңыздар. Мысалға, мен Тиньши компаниясының табысты серіктесімін. Ай сайын алып отыратын табысым 500 мың теңге. Май айы 226 жыл деп нақтылап, табысты болғым келеді деген сөз, ол ештеңе айтпағанмен бірдей болады. Сондықтан сіздер арман мақсаттарыңызды жаңағы барынша нақтылауларыңыз керек, иә? Например, сіздер 500 мың теңгеге қашан шығасыздар? Март айында шығасыздар ма? Март айы 2026 деп жазыңыздар. Мысалға, егерде сіздер өздеріңізге, мен Тиньши енді келесі сатында көруіңіз керек қой. Мен Тиньши компаниясының 7 жұлдызы серіктесі, 1 миллион ай сайын табысы бар, табысты кәсіпкермін деп сіздер нақтылап жазуыңыз керексіздер. Егерде сіздер мысалға, мен Тиньши компаниясының 7 жұлдызы серіктесімін деп жазсаңыздар, онда ол 7 жұлдызы серіктесі просто для погонов дейді ғой, иә? Әшін жұлдызыңыз бар, бірақ табысыңыз жоқ болуы мүмкін. Ондай да жағдайлар кездесіп жатыр. Сондықтан сіздер жақсылап жазуларыңыз керек. Мен Тиньши компаниясының қазір сіздерге Жанар, сабаққа кірші, прям қазір.
Енді қараңыздар, мен Тиньши компаниясының, тағы да қайталап айтам, сөзбе сөз, Венера тура сол сөйлемді маған оқып беретін боласың, так что бәріңіз жазыңыздар. Гүлайым, жазып үлгеріп атсыз ба? Жазыңыздар. Мен Тиньши компаниясының 7 жұлдызды серіктесі. Үлгеріп атсың ба, Венера? Венера успевает или не успевает? Хуршидам, это үлгеріп атсыз ба, үлгеріп атқан жоқсыз ба? Пишем, не пишем? Венера, даусын шығарсайшы. Мен Тиньши компаниясының 7 жұлдызды серіктесі. Ай сайын алатын табысым 1 миллион теңге. Мен Тиньши компаниясының 7 жұлдызды серіктесі. Ай сайын алатын табысым 1 миллион теңге. Май 2026 жыл. Үтір. Менің командамда тікелей 7 серіктесім бар. Менің командамда тікелей 7 серіктесім бар. Олардың әрқайсының табысы 300 мың теңгеден деп сіздер нақтылап жазуларыңыз керек. Сонда сіздердің ниеттеріңіз қалай? 7 адамды 300 мың теңге табысқа шығару. Яғни сіздер адаммен, әлі олар жазылған жоқ. Олар әлі жоқ сіздің командаңызда. Әлі олар вообще қашан келеді, кім келеді, Құдай біледі оны, я? Сіздер оны әлі кездестірген жоқсыздар, бірақ сіздің ішкі ниетіңіз ол адаммен жұмыс жасау, ол адамды 300 мың теңге табысқа шығару, ол адамға табысты кәсіпкер ретінде жол көрсету. Яғни сонда сіздің алдыңызға Қарлығаш жаңадан адам келеді ғой. Сіз оған ақпарат беріп жатсыз, осындай Тиньши компаниясының продукциясы керемет, осындай Тиньши компаниясының табысы бар. Бірақ сіздің уже түпкі санаңызда, сіздің ішкі жан дүниеңізде сіз бір дәптерге жазып қойғансыз. Менің командамда 7 негізгі серіктесім бар, олардың табысы 300 мың теңге деген ішкі ниетті сіз ана жерге жазып қойғансыз. Сонда сіз адаммен сөйлескен кезінде, жаңа серіктеспен, сіздің сол программаңыз шығып тұрады. Ол бессознательно дейді ғой, түп санадан шығып тұрады. Одан кейін ол адам сіздің ізгі шын көңілден шыққан ниетіңізді сезеді де айтады, болып, давай, бірге жұмыс істейміз дейді. Ал егерде сіздер тек қана мен 7 жұлдызды серіктес болғым келеді, мен 8 жұлдызды серіктес болғым келеді деген әшейін бір ғана сөйлем жазатын болсаңыздар, сіздің табысыңыз белгісіз, сіздің партнерларыңыздың табысы белгісіз, сіздің серіктестеріңіздің саны белгісіз. Яғни сіздің түп санаңызда ешқандай ниет жоқ деген сөз. Ешқандай ниет жоқ, пустой әшейін сөз. Понимаете? Ал егерде сол тіршілікті сіздер жазатын болсаңыздар, нақтылап, тағы да бір қайталап алып, сол сөйлемді жақсылап жазып алыңыздар. Мен Тиньши компаниясының 7 жұлдызды серіктесімін. Ай сайын алатын табысым 1 миллион теңге. Менің командамда 7 негізгі серіктес бар. Олардың табысы 300 мың теңге ай сайын. Деген осы бір арман мақсат, бұл сіздің 7 жұлдызға байланысты арман мақсатыңыз. Енді 8 жұлдызды дистрибьютор, 8 жұлдызды серіктес болғанда да сіздер тура солай жазуларыңыз керек. Мен Тиньши компаниясының 8 жұлдызды серіктесімін. Менің командамда 15 негізгі адамым бар. Олардың табысы 500 мың теңге, 1 миллион теңге. Менің табысым 5 миллион теңге деп, сіздер соны жазып қоюларыңыз керек. Ол не үшін керек? Мысалға, Жанар қосылдың ба? Жанар бар ма осы жерде? Бармын, қосылдым. Ой, жаным әшейін. Жанар, смотри, сонда сіздер өздеріңіздің командаңызбен қарым-қатынас жасағанда, оларға оқуды үйреткен кезінде, олар сіздің ішкі түп санаңызда
сол сіздің осы партнерларды, осы серіктестерді 1 миллион 500 мың теңге табысқа жеткізем деген ниетіңіз шығып тұрады. Сол ниетіңізді олар сезет. Одан кейін сіздер мысалға кейде біз серіктестермен жұмыс істеген кезінде әрқашанда күліп басынан сипау деген мәселе болмайды. Кейде қатты айтамыз, кейде жаңағы қызыл кілемге шақырып тұрып айтамыз, кейде айтамыз, неғып жүрсіңдер, ағып тамып істемейсіңдер ма тіршілікті деп, оны да айтамыз, иә. Әрқашанда күліп, ой жаным әшейін деп бетінен сүйе бермейміз. Кейде қатты сөйлейтін кездеріміз де болады. Неге? Сол кезінде сіздердің серіктестеріңіз сіздің сол түпкі санаңызда жатқан 500 мың теңге, 1 миллион теңге табысқа жеткізем деген сіздің ниетіңізді сезіп тұрады. Сізге ешқандай да өкпелемейді. Сіздің әрбір іс әрекетіңізді, сөзіңізді, айтқан ақылыңызды, айтқан, жылы айтқан, болмасам қатты айтқан сөзіңізді олар сіздің шын ниетпен оларға жақсылық тілеп отырып айтып атқаныңызды түсіне бастайды. Сондықтан арман мақсатты қоя білу керек, жаза білу керек. Әшейін бір параққа мен 8 жұлдызды серіктеспін, мен алтын арыстанмын деген бос сөзді жазудың қажеті жоқ. Алтын арыстан болған күнде де сіздерге тура солай нақтылап жаңағы арман мақсат қоя білу керек. Мен Тиньши компаниясының жаңағы білікті, опытный, білікті көш басшысымын. Менің командамда 100 адам 1000 пиведен ең күшті жаңағы тұтынушы мен ең күшті кәсіпкерлер. 100 адамыңыз 3 жылдың ішінде 100 адамның басын құрауға бола ма? Қасыңызда сіздің тікелей 15 адамыңыз бар құрауға болады. 100 адаммен 1000 пиведен 100 мың товарооборот жасасаңыздар, сіздер ай сайын 8 миллион теңге табысқа шығуларыңызға болады ма? Болады. Сіздер осы уақытқа дейін неге оны істемедіңіздер? Себебі өздеріңіздің бастарыңызда нақты сан жоқ. Нақты өзіңіздің бизнесіңізді өзіңіз көріп тұрған жоқсыз. Әшейін жерден барып 3 кальцийді, 2 кардицепсті, 3 кофені, 2 шайды біреуге айтқанға мәзбіз. Үстінен 5-10 теңге көргенге мәзбіз. Ал егерде сол іс әрекеттің түбіне жетіп қарасаңыздар, сіздер үлкен табыстан өздеріңіз шектеп жатырсыздар. Неге? Арман мақсаттың жоқтығы. Түсінікті? Сондықтан 6 жұлдызды, 7 жұлдызды, 5 жұлдызды, 8 жұлдызды, алтын арыстанды сіздер арман мақсат қойған кезінде әрбір сіздің дәрежеңіз санмен жазылу керек. Әшейін мен табысты болғым келеді деген мәселені қою керек. Бұл арман мақсаттың бірінші қағидасы. Арман мақсаттарыңыз нақты болу керек, арман мақсаттарыңыздың мерзімі болу керек, арман мақсаттарыңыздың бағасы болу керек, арман мақсаттарыңыздың жылы, күні, айы болу керек. Түсінікті ғой, иә? Енді қараңыздар, мысалға сіздер кім өзін үйін кеңейткісі келеді? Міндетті түрде тура солай жазасыздар. Мен мысалға Алматы қаласынан, болмасам Жаңаөзен қаласынан 3 бөлмелі, 2 бөлмелі, 1 бөлмелі өздеріңіз нақты айтыңыздар. Мен жаңа пәтер алам. Ондай бос сөзді жазудың қажет жоқ. Ол кезде жазасыздар. Мен Алматы қаласынан 2 бөлмелі 60 метр квадрат көлемі мен жаңағы Медеу несінде ауданында, может, тура көшесі мен домның номерін жазбайсыздар, бірақ қай ауданда екен жазу керек. Бостандық ауданында, болмасам жаңағы не тағы да бізде қандай Әуезов ауданында мен жаңағы 45 миллион теңгеге жаңа пәтер алдым. Бірінші бастамасы 20% 9 миллион теңгені банкке салып тұрып деп айтсаңыздар, сонда Алла тағала сіздің ой сезіміңіз конкретно түсінетті. Мына қызға 9 миллион теңгені табу керек екен ғой. Қыздар, 9 миллион теңгені табу қиын ба, оңай ма? 9 миллион теңгені хоппа деп табуға болады. Егерде сіздер мысалға бірінші айдан бастап 300 мың теңгеге шығайын, одан кейін 500 мың теңгеге шығайын, одан кейін 1 миллион теңгеге шығайын жарты жылдың ішінде деп нақты арман мақсат қойсаңыздар, 1 миллион теңгеден 9 ай жинайтын болсаңыздар, міне сіздерге 2 бөлмелі квартираның бастапқы ақшасы.
Неге осы уақытқа дейін квартира ала алмай жүрсіздер? Себебі сіздердің арман мақсаттарыңыз нақты сан түрінде жазылмаған. Хочу квартиру, хочу квартиру. Ондай бос сөзді айтудың қажеті жоқ. Хочу машину, ондай бос сөздің айтудың қажеті жоқ. Әрбір мақсатыңыз нақты болу керек, саны болу керек, бағасы болу керек. Сондықтан бұл бірінші арман мақсатты жазудың ең басты қағидасы. Нақтылап арман мақсатты жазу. Осы зумнан кейін, егерде бірінші 3 адам 2 арманын маған личный номерге жазып жіберсе, кімге керек? Үй керек па, табыс керек па, ақша керек па, машина керек па? 2 армандарыңызды талқылап, мына жерде мынандай олқылық бар екен, мына жерде мынандай қате бар екен, мынаны былай туралайық деп, мен сіздерге айтып туралап беремін. Бірінші 2 адамға ғана туралап беремін. Бәріңізге бүкіл түнімен арман мақсат жазып отыратын мүмкіншілік жоқ. Сондықтан сіздер ауздарыңызды ашпай, осы зумнан кейін бірден 2 арман мақсатыңызды бір тырылдап тұрып жазыңыздар да, қате болсын, жақсы болсын, кіші болсын, үлкен болсын, қарамаңыздар. Барынша SMS-пен маған жазып жіберіңіздер. Сонда сол арман мақсатты туралап, осы арман мақсатқа жетудің жолын іздеу керек. Понятно, да? Енді келесі екінші қағида. Арман мақсатты қыздар қағаз бетіне, дәптерге жазу керек. Дәптерге жазбасаңыздар, арман мақсаттарыңыздың орындалуы үлкен сұрақтың астына алынады. Мен қазір сіздерге бір қызық нәрсені көрсетейін. Қазақша болып жатыр. Мысалы, қараңыздар, мен өзім алтын арыстан, мен мысалға көп нәрсені былайша қарасаңыздар біліп жатырмын, оқып жатырмын, соның өзінде көрдіңіздер ма, мысалға, мен не то что жазып қою, мына суретті мен шоколадты ертіп тұрып салдым. Кисточканы алып, шоколадпен салдым. Представляете? Тәтті өмір болсын деген мәселемен ғой, көрдіңіздер ма? Яғни, мысалға, үй алым келе ма, машина алым келе ма, қандай жаңағы бау-бақша болғысы келеді, Мысалы, мен арман мақсатында. Бұл деген сөз, сіздердің ниеттеріңіздің нағыз адал ниет екенін білдіреді. Неге десеңіздер, мысалға, Гүлайым, сіз мысалға құқық жағынан сіз адамдарға не бересіз, кеңес бересіз, Егерде мен сіздің жұмыс берушіңізбін. Ертең мен сізге келіп, Гүлайым, мен сені жұмыстан шығарам деп, әшейін жаңағы, или мен саған премия берем деп ауызша айтсам, бірақ приказ жазбасам, әшейін, Гүлайым, ауызша, мен саған премия берем десем, сіз айдың соңында сол премияны аласыз ба, алмайсыз ба? Жоқ, алмай, приказ шықпайынша. Приказ шықпайынша, ол қағаз бетіне түспейінше, оған қол қой, печать қойылмайынша, ол сізге берілмейтін премия. Солай ғой? Ал егер мен қағаз жүзінде, мінекей, Гүлайымға 500 000 теңге премия берілсін деп қағаз жүзінде қол қоятын болса, онда ол премия беріледі. Солай ғой? Тура сол сияқты, егер де арман мақсаттарыңыз орындалсын десеңіздер, енді мен сіздерге шоколадты ертіп, сурет сал демей ақ қояйын, бірақ сонда да қыздар, жаңағы қолдарыңызға ручканы алып, таза жаңа дәптерді алып, менің арман мақсатым қандай екен, мысалға бала кезінен, мүмкін сіздердің садик ашқыларыңыз келген шығар, мүмкін сіздердің жаңағы өздеріңіздің мектептеріңізді ашқыларыңыз келген шығар, мүмкін сіздер жаңағы ата-анаңызға бір жақсы орамал болмасам саяхат бергіңіз келген шығар, мүмкін сіздер өзіңіздің билегіңіз келген шығар, мүмкін сіздер өзіңізге 5 жаңағы бөлмелі пәтер алғыларыңыз келетін болса, барлығын қазірден бастап қағаз бетіне жазыңыздар. Екінші қағида арман мақсатты. Арман мақсат жазылмайынша, оның орындалуы ең үлкен күмән болып есептеледі. Түсінікті ғой, барлығын жазу керек. Мен бұрын жаңағы енді бизнеске келген кезімде өзім жаңағы гимназияның оқу орынбасары болып жұмыс істеп жатырмын. Сонда мен жаңағы арман мақсатымды жаз десе, менің жаңағы тәлімгерлерім
Мен бәрін білем, маған керектің бәрі менің басымда деп өзімше ақылсындым да. Сол кезінде бір тәлімгердің айтқан сөзі өтіп кетті менен. Не деп айтты? Ол айтты: егер де барлығы сенің басыңда болатын болса, Қарлығаш, неге ол ақша сенің қалтаңда емес деді. Сол кезінде мен ойладым, қой, Гүлмира, ақылды болудың қажеті жоқ, одан да табысты болудың қажеті бар. Қыздар, жазып алыңыздар сол сөзді. Ақылды болудың қажеті жоқ, табысты болудың қажеті бар. Сіз ақылсыны, ол маған керек емес, мен оны бәрін білем, мен оның бәрін істегем, мен оның бәрін көргем деген бос сөздің бәрін алып тастап, арман мақсаттарыңызды бір қағаз алып, бір дәптер алып жазыңыздар. Арықтағыларыңыз келе ма? Жазыңыздар. Пәтер алғыларыңыз келе ма? Жазыңыздар. Сүйікті адамдарыңызды кездестіргіңіз келе ма? Жазыңыздар. Балаларыңыздың үлкен жаңағы министр болуларын армандайсыз ба? Оны да жазыңыздар. Түсініп отырсыздар ма? Барлығын жазыңыздар. Мен кейін қараймын ғой, мен, оказывается, 5 класс оқып жүргенде мен айтады екем әкеме, менің 7 балам болады деп айтады екем. Представляете? Менің ең үлкен балам доктор болады деп айтады екем. Екінші балам сот болады деп айтады екем. Үшінші балам кәсіпкер болады деп айтқам. Төртінші балам жаңағы қызым тігінші болады деп. В общем, барлығын нені айтып тастағам ғой. Кім не болатынын біліп қойғам ғой. Енді қараңыздар, менің қазіргі үлкен ұлым сосудистый хирург. Менің екінші ұлым сот орындаушысы болып, қазір юриспруденцияны оқып жатыр. Негізі маркетологты бастаған, қазір юридический факультетке өтіп кетті. Түсінесіздер ма? Сонда, егер де сіздер айтып, жазып, сондай ниет білдірсеңіздер, Алла тағала аумин дейді, и сол тіршілікті сіздерге бұйыртады. Сол үшін тағы да айтайын сізге, ақылды болу маңызды емес, табысты болу, нәтижеге жету ең маңызды шарт. Ең маңызды. Сондықтан арман мақсаттың орындалуының екінші қағидасы, оны жазып қою керек. Үшінші, арман мақсаттарыңызды сезе біліңіздер және арман мақсатты елестету. Арман мақсатты сезіну, арман мақсатты елестету. Көрдіңіздер ма, мысалы, бағана Сапаркүл Асқарбековна айтып кетті. Сен осы Асфандияров университетінің сен студентсің дегенде далаға шығып, ақақалап, күліп, соның барлығы, көрдіңіздер ма? Ол сезіне білді өзінің арман мақсатын. Тура сол сияқты қазірден бастап, мысалға, ыдыс жуып жатырсыздар ма, Гүлайым? Өзіңіздің армандаған үйіңізді ойлап ыдыс жуу керек. Мен қазір күшті, ең әдемі кухняда ыдыс жуып жатырмын деп. Мысалға, автобуста келе жатырсыздар ма, өзіңізді автобуста келе жатырмын деп емес, ең күшті Lexus машинасында келе жатырмын деген өзінше сондай сезіммен жүру керек. Адамдармен сөйлескен кезінде, мысалға, сіздер пәтер алғыңыз келе ма, Қарлығаш? Сол пәтерге кірген кезіндегі, кілтпен әдемілеп тұрып жаңа үйіңізді ашқан кезіндегі ішкі сезіміңізді қазірден бастап сезіну керек. Сонда сіздердің мына ішкі сезімдеріңіз сіздерді арман мақсатқа жақындатады. Сіздердің кімнің сондай жағы өмірінде сондай жағдайлар болды? Сіз біреу туралы ойладыңыз, рас, ол адам алдыңызға тап етіп түсе қалды. Сондай болды ма? Болған жоқ па? Гүлайым, болды ма, болмады ма? Болды. Болды ма? Мысалы, мен бүгін ойлап отырмын, мен бүгін азында йогаға бардым да, йогаға барсам, адам көп та, сосын кейін мынандай бір подушкалар бар керек. Қарасам, подушкалар қалмапты. Ең соңында маған подушкалар керек та, себебі арқам суық болмау үшін деп та. Сосын кейін ойладым да, мына подушканы алу керек еді дедім да, қойдым. Қараңыздар. Енді тура йоганың сабағының бітуіне қалған, бір 10 минут қалғанда бір қыз, мен бүгін ертірақ кетуім керек, жұмыстан шақырып жатыр деді да, 2 подушканы апарып қоя салды ана жерге. Мен әлі отырмын. Енді жасап жатырмыз ғой жаттығуларды. Сонда ойлаймын да, ана 2 подушканы қазір ең соңында тұрам да алам деген ой бар, әшейін ой. Оны қалай алам, маған бәрібір болып тұр ғой. Енді қараңыздаршы, 1 минуттан кейін сол ойымды айтып ойлап біткен жоқпын.
йоганың тренері кеп, Гүлмира, нате, вам подушку деп, екі подушканы өзі әкеп тұр ғой. Мен ойлаймын да, мәне деген керемет деп қоям. Енді қараңыздаршы тағы да. Йогадан шығып келе жатырмыз, администратор күшті қаймақпен блинчик жеп отыр, кофе ішіп отыр. Мен өзім ойладым, жол жөнекей үйге блинчикті алып, үйге барып, балдарға қаймақпен шай береді екен ғой деген ой болды. Мақұл деп шықсақ, бізбен бірге йогаға баратын тағы да бір кәсіпкер бар, ол айтады: Гүлмира, Айли, давайте мен сіздерді кофемен жаңағы қонақ қылайын. Мен көзім бақырайып кеткен ғой. Мен настолько сөйлей алмай қалдым да, думаю, блин, это как так можно? Неге десеңіздер, ешқашан да ойламаңыздар. Бұл қалай болады? Мына команда қаяқтан келеді? Мына 1 миллион теңгені кіммен товарооборот жасаймын? Бұл кім маған жазылады? Мына үйді қаяқтан табам? Осы районнан үй шыға ма, шықпай ма? Маған адам жазыла ма? Бұл сіздердің нелеріңіз емес, это не ваше дело. Бұл сіздердің істеріңіз емес. Бұл Алла тағаланың өзінің не қылады? Әр нәрсенің өзінің сәтін салады, әр нәрсенің өзінің жолын өзі ашып тұрады. Осы уақыт кейде адамдар айтады: мен Алла тағалаға сенемін, мен намаз оқимын, мен Құран оқимын дейді да, арман мақсатыңды жаз десең бар ғой, жазбайды ғой. Сонда мен ойлаймын да, сен сонда Алла тағалаға әшейін өтірік сеніп жүрсің ба деймін да. Сенесің ба, жазсай. Сенесің ба, жазсай, Алла тағаладан сұрасай. Сұрасаң береді Алла тағала. Ол ешқашанда сұрағанды бермеген, ол не емес, Всевышний емес деймін да. Сондықтан сенесіздер ма? Алла тағалаға сеніп тұрып, ішкі ниетпен қуанып жүру керек әрқашанда. Өздеріңіздің арман мақсаттарыңыз орындалғандай болып, өздеріңіздің сол армандаған квартираға қол жеткізгендей болып, сол армандаған машинеге қол жеткізгендей болып, сол армандаған үлкен сіздің пәтерлеріңіз өзіңіздің жаңағы пәтеріңіз болғандай болып сезініп қуанып жүру керек. Сол кезінде Алла тағала айтады: болды, мына қыздың жаңағы ниеті тура екен дейді да, береді сіздерге бармақтай бақты. Жанар, осы жерде ма, жоқ па? Бармын. Ой, жаным үшін. Көрдіңіздер ма? Сіздер, Жанар, үйден шыққан кезінде шығасың ғой, ойлайсың, мына бүкіл жаңа өзен менің тұтынушыларым. Тура сол энергияны жіберу керек. Мына бүкіл Ақтау менің тұтынушыларым. Мына жаңа өзеннен 20 негізгі адам менің серіктесім деген энергияны күнде жіберіп тұру керек. Азанда сіздер тұрғанда қандай энергиямен шығасыздар? Так, бүгін кімді жазсам екен? Болды ғой? Адам жоқ деген мәселені айттыңыздар ғой. Мысалға, үйден шығасыздар да, сол кальцийді алам екен, алмам екен, кофені айтсам бекен, айтпасам бекен. Зачем? Шыққан кезінде айту керек. Бұл менің әлемім, мен үшін, менің бақытыма, менің жақсылығыма жаралған, Алла тағаланың жаратқан әлемі деп шығу керек үйден. Сөйтіп шығасыздар да айтасыздар: Жанар, естіп жатсың ба? Бүкіл мына жаңа өзен, бүкіл жаңа өзен, көзіңді жұмасың да, бүкіл жаңа өзен менің тұтынушыларым деген сигналды шақ еткізіп жібересің. Сол кезінде өздеріңіз байқамайсыздар. Сіздерден жан-жақтан: Гүлайым, сіз маған қалай шықтыңыз, айтыңызшы. Мен сізді іздедім ба, айтыңызшы. Қайырлы кеш, саламатсыздар ма? Барлықтарыңызға серіктестер. Тоғар. Дұрыс, біз сізді естіп жатырмыз, айта беріңіз. Мен мына Саурбека Гүлмира апайды, Амангелдиевнаны TikTok арқылы іздедім. TikToктан кездестірдім осы кісіні. TikTokты қарап отырғанымда, осы Тяньши туралы ақпарат жинап отырғанымда, TikToктан қарап отырып, осы кісіге кешкісін хабарластым. Сол күнәра хабарласып, осы кісімен тілдесіп, көп кеңес алып, сосын өнім туралы, компания туралы ақпараттар алдым. Және сол кеңестерін ала отырып, осы компанияны зерттей бастадым. Осы кісімен сөйлесе отырып, күнәра қарап отырам, жұмыстан кейін осы қарап отырып, осы өнімге қол жеткіздім. Кеше осы 5-ші күні барып, өнімді алып келдім. Азаттық. Молодец.
Абсолюттан әкелдім. Рахмет сіздерге. Сөйтіп Осы бірден, қазір молодец. Сөйтіп бірден 3 жұлдызды серіктес болып шыға келді. Мен сіздерге айтайын, міне Гүлайымның көзі отыр. Маған сағат кешкі 8-де звондады. Мен 8-де бос болмадым да, айттым, 10:30-да хабарласайшы дедім. 10:30-да мен босаған жоқпын, сағат 1-ден 45 минут кеткенде түнгі 11:45-те звондаған ғой бұл кісі маған. Сізге звондасам бола ма деді. Ал звондай ғой дедім. Сөйтіп түнгі сағат 12:40-қа дейін ақпарат беріп онлайн. Мені көріп атқан жоқ. Сағат 1-де бұл кісі контрактыға отырды онлайн. Представляете? Түнгі 1-де. Сосын кейін мақұл деді, ертесіне өзі сұрай бастады. Мен бұл кісі маған жазады, мен болсам ол кісіге жауап беретін кейде уақытым болмайды, қазір сәл семьялық жағдайға байланысты. Сосын кейін бұл кісі маған өзі звондай бастайды. Не алсам болады, қандай продукция алсам болады, не істесем болады, витамин Б алайын ба, кальций алайын ба деп күнде звондайды. Әр 15 минут сайын смс жазады маған. Представляете? Сондай дистрибьютор керек па сендерге өзі? Представляете? Мен өзім ойладым да, ақыр Ақтауға бара жатырмын, ақыр Жаңаөзенге бара жатырмын, ар жағында Атырауды ала салу керек еді деген ой болды да менде, ниет. Міне Алла тағала өзі берді. Көрдіңіздер ма? Сонда получается ертесіне продукцияны алып, 3 жұлдызды дистрибьютор болып, өзі Атырауға барып, Любовь Алексеевнаны өзі тауып, продукциясын алып үйіне келді. Қараңыздаршы. Көрдіңіздер ма? Сіздердің ниеттеріңіз. Алла тағала қай жағынан береді, өзі біледі. Алла тағаланың тіршілігіне кірісудің қажет жоқ. Бірақ сіздердің бұл өмірге, әлемге деген сіздердің энергияңыз, сіздің трансляцияңыз тура болу керек. Егерде сіздер қараңыздар, сіздердің сыртқы айтқандарыңыз, мен табысты болғым келеді, мен ақша тапқым келеді, мен команда жинағым келеді. Бірақ ішіңізден болар ма екен, болмас па екен, кім алады, кардицепс қымбат қой, деп ішкі жан дүниеңіз басқаша сезімді энергияны жіберетін болса, сол Алла тағала айтады, мен сендердің сырттағыларыңды, ішкі жан дүниелерін тек көріп отырмын дейді. Яғни біздің ішкі жан дүниеміздің дауысы ол сырттағы сөзден қаттырақ шығады. Түсінікті ма? Мысалға мен сіздерге да келіп, мысалға да, қыздар, мен қазір мысалға, көрдіңіздер ма менің эмоциямға қараңыздар, қыздар, мен бір күйеуге шығайын деп жатырмын. Көрдіңіздер ма? Өтірік екен белгілі. Сондықтан, ал егерде қыздар, мен күшті мотивационный программа жасап жатырмын. Адамның даусынан, адамның ырғағынан, адамның ішкі жан дүниесінен сезіліп тұрады. Сондықтан әрқашанда ішкі жан дүние сезінуіңізді, елестетуіңізді дұрыстап нақтылаңыздар. Түсінікті ма? Арман мақсаттарыңызды жақсылап жазыңыздар. Вот так. Енді төртінші арман мақсаттың орындалу қағидасы. Төртінші, сіздерге өз пайдалы болып жатыр ма? Бар қазақшамды салып айтып жатырмын сіздерге. Керемет, Гүлмира, күшті болып жатыр. Әйтеуір қазақшаны таусылып қалмаса болды деп отырмын. Енді қараңыздар, төртінші арман мақсаттың орындалуының төртінші қағидасы. Ешқашан берілмеңіздер. Көрдіңіздер ма, Бана Сапаркүл Асқарбековна қалай айтты? Оған айтты, сен 2 алдың, өткен жоқсың деді. Жерінің бәрі сумкасын алды, пакетін алды, үйіне қайтты. Бұл кісі есік алдында жылап отыр. Жаңағы студент, старосты сұрады, жаңағы заведующий сұрады, пәлен сұрады. Бәрлігіне жылап өзінің арман мақсатын айтып жатыр да. Сол жерде тұр. Ел оған айтты, болды, қайта бер, бітті, сен документің, сен орыс тілін 2 алдың дейді, мысалға да бұл кісіге. Сонда бұл ана стульчикті алып жылап отыр. Келген, көрген бәрлігіне өзінің ішкі жан дүниесін айтып та. Яғни, сол кезде бұл тұрып кетіп қалса ғой, тұрып кетіп қалса не болатын еді? Осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасының үздік дәрігері болмас еді. Осы уақытқа дейін 45 жыл бойы Қазақстан денсаулық министрлігінің үздік дәрігері болмас еді. Осы уақытқа дейін 33 жылдан жаңағы аса, 33 жылдан аса
жаңағы не этот сейчас врач-организатор, главный врач болмас еді. Балаларын шетелде оқытып, мысалға да, қаншама қыдыртып, ел көрсетіп, жер көрсетіп, ондай нәрсе алмас еді. Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының қолынан жаңағы 10 жылдық, 15 жылдық, 25 жылдық белгіні алмас еді. Сол кезде сол қара стульчик қисайып сынып тұрған стульчиктен тұрып кетіп қалса, сол арман мақсатының біреу орындалмас еді. Иә. Түсініп ма? Сол үшін бірінші очередте айтайын сіздерге ең маңызды қағида. Ешқашан берілмеу керек. Ешқашан өзіңіздің арман мақсатыңыздан тайынбау керек. Ешқашан өз арман мақсатыңызды сатып кетпеуіңіз керек. Мен сіздерге бір күшті ойды айтайын. Сол ой мысалға айтады. Егер де сіздің басыңызға, сіздің ішкі жүрегіңізге, сіздің көңіліңізге бір арман мақсат пайда болды ма, ой туды ма, яғни Алла тағала сол ойды беретін болса, сол ойды жүзеге асыратын күш, жігер, қайрат, мүмкіншілік бәрін қоса береді деген сөз. Егер де сіз, мысалға, Жанар, естіп жатсыз ба мені? Жанар, егер де сенің мына бүкіл Естіліп отыр. Молодец. Бүкіл жаңа өзен менің тұтынушыларым болады. Мен 100 миллион товарооборот жасайым деген ой әшейін сақыта қалды ма? Болды. Алла тағала сол ойды бекер сенің басыңа берген жоқ. Яғни сол оймен қосып, сол ойыңды, арманыңды орындайтын күш, жігер, қуат, бүкіл энергияны берді қоса. Енді екінші мәселені жазып алыңыздар, барлықтарыңыз. Бір аққа таңба басқандай қылып жазып алыңыздар деп қойайын ба, қазақшалап. Жазып алыңыздар. Арман мақсат ол Алла тағаланың сіздерге берген аманаты. Имейте в виду. Ал арман мақсат ол Алла тағаланың берген сіздерге аманаты. Мысалға, мен бір әдемі бір күшті, мына священная книга дейді ғой, Құран кітаптан оқыдым. Алла тағала әр нәрсенің, әр заттың, әр адам заттың, әр пенденің өзінің жаңағы сол мойнына артқан аманаты бар екен. Сол нәрсені оқыдыңыздар ма, мен білмеймін. Мысалы қараңыздар, күнге, күннің өзінің аманаты бар екен. Осы әлемді жылытып, осы әлемді жарық қылып, осы әлемді жақсылыққа бөлесін, гүлдер өссін деген аманаты бар. Күн выполняет свои обязательства, өзінің жаңағы несін қызметін атқарып жатыр ма? Атқарып жатыр. Судың да өзінің аманаты бар екен. Неге айтады, судың да сұрауы бар деп? Ол, мысалға, бүкіл әлем жасыл болып гүлденсін, аңдар су ішсін, адамдар құрғап өліп қалмасын деген, оның өзінің аманаты бар екен. Ауаның да аманаты бар екен. Жасыл шөптің де аманаты бар екен. Әрбір Алла тағала жасаған, жер жаратқан жеміс жидектердің де аманаты бар екен. Көрдіңіздер ма? Енді егерде жансыз тіршілікке, суға, күнге, желге, жерге Алла тағала өсімдіктерге аманат бергенде, неужели ойлайсыздар, сана сезімі бар адам затқа сөйлей алады, істей алады, өзінің арман айта алатын адам затқа, пендеге аманат жоқ деп ойлайсыздар? Как раз таки біздің аманатымыз бар. Біздің әрбіріміздің ойымызға салған жаңағы арманымыз ол Алла тағаланың берген аманаты. Осы елге, әлемге, бізді айнала отырған адамдарға қызмет жасау үшін бізді аманат қылып жіберген, сол арман мақсатымызды беріп. Біреу адамдар бар, жол салып жатыр, үй салып жатыр, мектеп салып жатыр, соның барлығы сол адамдардың арман мақсаты ол Алла тағаланың берген аманаты. Әрқайсыңыздың ойыңызда, жүрегіңізде, көкірегіңізде бір күшті мынандай жақсылық бар. Менің балаларыма, өз балаларыма жақсы әлемді сыйласам екен деген арман мақсат бар ма, жоқ па сіздерде? Кімде сондай арман мақсат бар? Мен балаларыма жақсы өмір көрсетем,
мен ата-анамды шетелге апарып қыдыртам, мен бүкіл қасындағы білетін білмейтін адамдарға денсаулығын жөндеу үшін сондай жақсы септік болатын адаммын мен деген арман мақсат ниет бар ма? Егер де сол Бар. ниет болатын болса, ол сіздерге әшейін басыңызға туған ой емес, ол сіздердің ойларыңызға, ішкі жан дүниелеріңізге, ниетіңізге қарай арман мақсат Алла тағаланың берген аманаты. Сол тіршіліктен бас тартатын болсаңыздар, онда Алла тағаланың аманатынан бас тарту деген сөз ол. Түсінікті ма? Сондықтан ешқашанда берілмеу керек. Ешқашанда берілмеу керек. Тағы да айтайын, сізге бір жақсылап екі ойды жақсылап түйіп алыңыздар. Егер де сіздердің ойларыңызға ой келді ма, арман келді ма, мақсат келді ма, болды. Бола ма екен, болмай ма екен, қалай болады екен, қақтан келеді екен, ол команда бар ма, жоқ па? Оның барлығы бос сөз. Келді ма арман мақсат, жазып қойыңыз. Түнгі сағат 3-те келді ма арман мақсат, жазып қойыңыз. Таңғы сағат 5-те келді ма арман мақсат, жазып қойыңыз. Ақылсынбаңыз, жазып қойыңыз. Себебі ол арман мақсат Алла тағаланың берген аманаты. Понятно, да? Да. Енді өмірде арман мақсат орындалу үшін 4 нәрсені істеуге болмайды екен. Егер де сіз сол 4 нәрсені істейтін болсаңыз, өздеріңізге мынау сіз, мынау сіздің арман мақсатыңыз, арасында определенный жол бар, енді мына екі жол, осыны бітіп өту керек қой, адам сияқты, енді сіздер осы 4 нәрсені қазір бұзатын болсаңыздар, мына жолды көптеген мынандай преграда дейді ғой, шарбақ қылып, өздеріңізге сол жолды бөгейді екенсіздер. Бірінші, не істеуге болмайды? Арман мақсат орындалу үшін 4 нәрсені істеуге болмайды. Біріншіден, ешқашанда өмірге түңілмеу керек, налымау керек дейді ғой, түңілмеу керек, налымау керек. Неге менде мұндай, неге менде андай? Жаңағы ешқашанда нельзя жаловаться на жизнь. Менде сондай жаман, менде ақша жоқ, менде үй жоқ, менде пәлен жоқ, менде түген жоқ. Ондай нәрсені айтуға болмайды. Себебі сіздер жоқ деген сайын жоқ болады барлығы. Потому что сіздердің ауыздарыңыздан жоқ деген сөз шыққан сайын, жоқ па, жоқ, ну ладно, жоқ болады. Түсінікті ма? Ешқашанда өмірге, өзіңіздің тағдырыңызға налымау керек. Еш нәрсе Алла тағаланың жаңағы несіз, қалай айтсам екен, без позволения, рұқсатынсыз, значит, еш нәрсе Алла тағаланың қалаусыз болмайды. Барлық нәрсе жақсы болсын, жаман болсын, қиындық болсын, не болса да, ол әр нәрсенің өзінің берекесі бар. Әр нәрсенің өзінің берекесі бар. Сіз келе жатырсыз, құлап қалдыңыз. Ой, мен аяғым құлап қалдым дейді ғой, может, сіз аяғыңыз құлап жарақаттанып алдыңыз, больницаға бардыңыз, больницада күшті хирургтар, опа, судьба моей жизни, все, Алла тағала сделал так, чтобы сіз аяғыңызды жарақаттанып алдыңыз да, ана хирургқа апару керек қой бір нәрсе қылып сіздерді. Түсініп отырсыздар ма? Мен сіздерге мынандай бір жаңағы популярный түсінікті тілмен сөйлеп жатырмын да. Сондықтан әр нәрсенің өзінің жақсылығы бар. Әр нәрсенің өзінің жақсылығы бар. Сондықтан ешқашанда өмірге налымаңыздар. Енді екінші мәселе, ешқашанда басқа адамдардың өзіңіз өмірге шағымданбаңыз. Не жалуйтесь на жизнь. Екінші мәселе. Өзіңіз өмірге шағымданбаңыз. И біреудің өмірге шағымданғанын ешқашанда тыңдауға қажеті жоқ. Неге десеңіз, біздің мына төбемізде плюс-минус аура бар, Мысалы қараңыздар, егер де сіздер өзіңіз өмірге деген адамдарға деген шағым жасап, біреуге мынау жаман, мынау өсекші, мынау сондай деп айтатын болсаңыздар, сіздер мына плюс-минус неңізді, аураңызды ластайсыздар. Мысалы, ойлап қараңыздаршы, сіздер кет бара жатырсыздар, Маевкаға кет бара жатсыздар. Ой, машинаның ішінде музыка тарсылдап ұрып жатырсыздар, әнді басып айтып жатсыздар, Енді қараңыздар, егер де сол кезінде рас көрдіңіздер авария. Біреу кәдімгідей ақ пердемен жауып қойыпты. Ана
жарқырап шыққан музыканың үні өшеді. Ана жерде бейтіп белсеніп отырған адамдардың барлығы көңілі су сепкендей басылып қалады. Солай ғой, иә? Көрдіңіздер ма? Бұл деген сөз отрицательная энергия. Енді қараңыздар, сіздер үйде мысалға бір келеңсіз, екінші жағдайды айтайын. Келеңсіз жағдай, иә, үйде жаңағы 40 пышақ болып, менікі дұрыс, сенікі дұрыс болып жатыр деп қоямыз енді да. Өмір ғой, ыдыс-аяқ сықырлама тұрмайды деп, иә. Енді тура сөйтіп жүрген кезінде балаңыз алибишка жүгіріп келіп, мама, апа, ана соседка 40 жыл тумаған келіншек туыпты десе, ой, күшті болыпты ғой деп, кән, давайте шай қойып, уже ұрыстың барлығы ұмытып кеткен, шай ішіп, сол кезінде адамның көңілі көтеріледі ғой, иә? Кәдімгідей рухтарыңыз көтеріліп қала ма? Тура сол сияқты әрқашанда көтеріңкі энергиямен жүру керек. Сіздер шағымдансаңыздар, жұрттың шағымданғанын еститін болсаңыздар, оған қоса өсектейтін болсаңыздар, иә, ол жаман ол сондай ол. Ары қарай ол болотаның ішіне, мусордың ішіне кірудің қажеті жоқ. Менен көп нәрсе адамдар сұрайды, анау не істеп жатыр, мынау не істеп жатыр деп сұрайды мысалға, иә? Мен білсем де бар ғой, я не знаю, я не в курсе деп айтам. Мен білем, ол адамның не істеп жатқанын, қалай істеп жатқанын мен білем. Не болып жатқанын білем. Бірақ мен я не знаю деп айтам. Себебі ол мен Алла тағала емеспін. Мен ешкімді жаратқан жоқпын. Рас па? Біз Алла тағала емеспіз. Біз ешкімді жаратқан жоқпыз. Яғни Алла тағаланың жаратқан пендесіне пәлен деп айту біздің құқығымыз жоқ. Түсіндіңіздер ма? Егер де біз біреу туралы, ағамыз туралы, әпкеміз туралы, сіңіліміз туралы, күйеуіміз туралы, жаңағы енеміз туралы біреуге жаман айтатын болса, ол адам туралы айтқан мәселе емес, ол Алла тағалаға айтқан наразылығымыз. Алла тағала, ты что так? Ана ененді дура қылып жаратсың ғой деген мәселемен айтып жатырмыз да. То есть біз ол нәрсені істеуге болмайды. Сондықтан барлық адам, барлық зат бұл әлемде Алла тағаланың жаратылған ісі, заты, пендесі. Так что біз Алла тағала емеспіз, и нам не его судить. Ешкім туралы жаман сөз айтуға болмайды. Итак, бірінші істемейтін нәрсе, өмірге налымау керек, түнілмеу керек. Екінші, ешқашан өмірге шағымданбау керек, ешкімнің шағымын тыңдамау керек, потому что энергияларыңыз түсіп кетеді. Үшінші, адамдар туралы, бір болатқан зат туралы жаман сөз айтпау керек. Барлық нәрсе жақсы болады деген мәселемен ниетпен өмір сүру керек. Түсінікті ғой, иә? Сол. И ең соңында тағы да қайталап айтайын, иә? Ешқашан өздеріңіздің алған бағыттарыңыздан кім не десе ол десін, кім қалай айтса айта берсін, кім не істесе істей берсін. Ол олардың қалауы, ол олардың таңдап алған жолы. Ол сіздің жолыңыз емес. Сіз осы өмірге келгеннен кейін Алла тағала ешқайсымызды сынау үшін жіберген жоқ осы өмірге. Бақытты болсын, жақсы болсын, өссін, өнсін деген біздің әжептәуір кәдімгі аманатымыз бар. Соны арқамызға қанат байлап тұрып жіберген. Понимаете? Енді арман мақсат сөйтіп бізді адам қылып жаратса, яғни өзіміздің Алла алдындағы арманымызды аманат ретінде қабылдап, балдарыңызға күшті Францияда, Америкада, Италияда, Қытайда білім бергілеріңіз келе ма? Жазыңыздар. Өзіңіздің күшті керемет 3 бөлмелі, 4 бөлмелі, 5 бөлмелі, 10 бөлмелі, пәтер болсын, квартира болсын, үй болсын, тұрғыларыңыз келе ма? Жазыңыздар. Алла тағаланың мүмкіншілігі шектеусіз. Бір күнде бақ берем десе, бір күнде. Бақ берем десе, бір күнде Алла тағала. Оған 6 секунд. Қарап ойлаңыздаршы. 8 миллиард адамды жаратып, 8 ғаламшарды жаратып, тау мен тасты, бүкіл пайдалы қазбаларды жаратқан Алла тағала, неужели ойлайсыздар сіздерге 128 адам, 8 жұлдыз, 5 миллион, 10 миллион чек сіздерге жалко деп ойлайсыздар ма Алла тағалаға? Оған не жалко? Понимаете?
Алла тағала бізге барлық мүмкіншілікті берді. Көзді де берді, ойды да берді, басты да берді. Аяқ қолымызды Аллаға шүкір, сансыз шүкір, аман есен бүтін қып берді. А біз еще отырмыз. Өмірімізге түңіліп, неге бұндай жаман болып жатыр деп. Жылап қоямыз екі ортада, өзімізді аяп. Солай ма? Сондықтан барлық нәрсеге шүкіршілік жасап, арман мақсатымызды смело, батыл жазып, соның барлығын ойымызға түйіп, жүрегімізде өзімізге деген, арманымызға деген, сенімімізге деген жаңағы осы рухымызды ұстап, берік ұстап, тек қана алға ұмтылу керек. Түсінікті ғой, иә? Тек қана алға ұмтылу керек. Себебі біз Алла тағаланың ең жақсы көретін пендесіміз. Ең жақсы көретін пендесі болғаннан кейін бізге Алла тағала көз берді, құлақ берді, мұрын берді, ауыз берді, қол берді. Мысалға, арыстан өзінің баласын әжен бүйтіп аймалауы мүмкін, құшақтап келіп не қыла алмайды. А біз оны істей аламыз. Рас па? Мысалға, әшейін арыстан өзінің баласына ыр деп ырылдағанмен, алтыным әшейін қалайсың балам, бәрі жақсы болады деген сөзді айта алмайды. А біз оны айта аламыз. Көкейімізде не бар, не жоқ, оны түсіндіріп айта аламыз. Сондықтан арман мақсатымызға берік болайық. Арман мақсатымызды үлкен биік қып қояйық. Бұл сіздерді әрқашанда біреу сізге жаман сөз айта ма, сіздің арман мақсатыңыз жүрегіңізде болса, сіз оны елемейсіз. Біреу сізге, ой, сенікі дұрыс емес деп айта ма, мақұл дейсіңдер де өздерің айтқандарын істеп жүре бересіңдер. Маған да көп адамдар айтқан. Сенде ештеңке болмайды, сен ешқандай табысқа жете алмайсың, сенің артынан ешқандай адам ермейді, ой, сетевой деген не ол, бешарашки бизнес, оның барлығын мен естіп біткем уже. Бәрін естіп өткеткем ол тіршіліктен, да? Мен барлық кезде ойлайтындығым, менің арманым басқа адамдардың ойынан, басқа адамдардың көзқарасынан әлде қайда 1000 есе артық. Себебі мені жаратқан Алла тағала, и Алла тағала он дал мне возможность все это реализовать. Түсінікті ма? Итак, қорытындылай келе, арман мақсаттарыңыз нақты болу керек. Арман мақсаттың мерзімі, бағасы, жылы, айы, күні, цветі, суммасы бәрі болу керек. Бірінші мәселе. Екінші мәселе. Арман мақсат нақтыланып, сіздердің дәптеріңізде, арнайы дәптерде қағазбен, ручкамен жазылу керек. Обязательно сол кезде арман мақсат орындалады. Арман мақсатты сезіне біліңіздер, арман мақсатты елестете біліңіздер. Үйлеріңіз ұнамай ма? Ұнайтын үйді елестетіп тұрып посуда жуыңыздар. Үйіңіз ұнамай ма? Ұнайтын үйді елестетіп тұрып пол жуыңыздар. Барлығы болады. Түсінікті ма? Команда жоқ балдарыңызда офиске кіріңіздерде, Венера, офиске кірді, адамдардың жинап жатқанын елестету керек. Мысалы, Жанар, далаға шықтың ба, бүкіл жаңа өзен саған очередьпен тұрып, маған шай берші, маған кофе берші, маған кальций берші, маған витамин группы берші деген мәселені елестетулеріңіз керек. Бүкіл әлем, бүкіл жаңа өзен, бүкіл Ақтау сіздердің прокладкаларыңызбен жүргенін елестету керек. Сол кезінде болады сіздер арман мақсат деген сөз. Одан кейін ешқашан берілмеу керек, и жаңағы 4 нәрсені істемеу керек. Түңілмеу керек, налымау керек, шағымданбау керек, жұрттың шағымын естудің қажеті жоқ. Ешқашанда берілмеу керек. Осы кезде сіздердің арман мақсаттарыңыз орындалады. Сондықтан, құрметті қыздар, жігіттер, бүгінгі қазақ тілінде үйсі бірінші күн арман мақсаттан күшті басталды деп ойлаймын. Алла тағала армандарыңызды биік қылсын. Әрқашанда, ешқашанда берілмей, түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар. Қазақта бір жақсы сөз бар. Ең жаман қарғыс екен. Білмегеніңді сұрама деген сөз бар екен ше, иә? Мен недавно естідім соны бар ғой. Сол получается, қыздар білмейсіздер ма? Бастарыңызды тауға да, тасқа да, дуалға да соғудың қажеті жоқ, сұраңыздар. Сұрағанда ешқандай айып жоқ. Барынша мүмкіндігінше сіздерге түсіндіруге, айтуға біз сол үшін жаратылған Алла тағаланың пендесіміз. Түсінікті ғой, иә? Армандарыңызды смело жазыңыздар. Бүгінгі таңда
бірінші 2 адам, 2-ақ арман мақсат жазыңыздар. Ана жерде бүкіл 25 арман мақсат жазып тастамаңыздар маған. Бірақ сіз талқылап, қателеріңізді түзулеп, анализ жасап турлаймыз. Хорошо? Одан кейін, бірақ сіздерге үй жұмысы. Келесі понедельникке дейін әрқайсыңыз 15-25 арман мақсат жазып қойыңыздар. Любойыңыздан сұраймын, любойыңыз. Дәптер, міне мен арман мақсаттың дәптері деп, мен сіздерге көрдіңіздер ма? Не то что дәптер, суретін көрсетіп тұрмын ғой сіздерге. Шоколадпен салған, ертіп жүріп. Соны барлығын, сол үшін арман мақсат орындалады. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Ау, Гүлмира, запись бола ма? Запись. Күшті школа болып тұр. мен қазір кімге, Оляға айтам, ассистентке запись сақталса, сақталды деп айтам. Мақма? Қыздар, Рахмет. жігіттер, смело, батыл армандаңыздар. Осы арманмен Қазақстан Республикасының әлемге атын шығарып, әрқайсымыз өз отбасымыздың берекесі болып, әрқайсымыз өз отбасымызға игі тіршілік әкеліп, бүкіл әлем, біреу мысалға сіздердің арқаларыңызда көзі көретін болса, бір адамның сіздердің арқаларыңызда жүрегі ауырған қойса, бір адам мамасын, анасын, әкесін аман алып қалса, ол сіздерге Алла тағаланың алдында қойған сауап іс. Сауап іс. Түсініп отырсыздар ма? Ол Алла тағала біз мысалы айтады, әр адамға себепкер дейді. Себепкер. Иә, ол мысалы Алла тағала келіп, Гүлмира, Ақтауға баршы, жаңа өзенге баршы деп айта алмайды да. Бірақ Алла тағала мысалға да Нұрпейіс ағаны жіберіп айтады, осы Ақтау халқын, Атырау халқын, жаңа өзен халқын денсаулығын түзеу керек дейді. Болды дейді да. Сөйтіп адамдар бір-біріне себепші болып, бір-біріне үлкен әлемге Алла тағаланың қалауымен қызмет жасайды. Сондықтан қыздар, жігіттер, арманымызға жетейік. Үй жұмысын тексерем. Понедельник күн тексерем. Әр понедельник сағат 8-де қазақ тілінде Zoom. Қыздар, пока-пока-пока. Егерде отзывтарыңыз болса, жазыңыздар команда миллионға. Білікті не айтып, не қойғанымызды. Давайте. Обязательно жазамыз. Давайте. Рахмет. Пока. 90 күн қадалап, күнде-күнде оны қарап,